сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша 8-ші дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы есім сөздердің лексика-грамматикалық сипаты, зат есім мен сын есім. Бүгінгі сабақта зат есімнің лексика-грамматикалық сипаты, оның сөз табы ретінде танудың принциптері, түрлену жүйесі, семантикалық топтары, морфологиялық ерекшеліктері, жасалу мәселелерін, субстантивтену процесін және зат есімнің реңбән қосымшаларын қарастырамыз. Көмекші есімдер, олардың зат есім шеңберінде қаралуы, сөйлемдегі қызметін қарастырамыз. Сын есімнің де лексика-грамматикалық сипаты, оның семантикалық топтары, түрлену жүйесі, шырай категориясы, аддиктивтену процесі және сын есімнің сөйлемдегі қызметі мәселелерін қарастыратын боламыз. Бірінші, зат есім. Зат есімге анықтама бергенде семантикалық тұрғыдан, яғни жалпы грамматикалық мағынасы жағынан зат атауын білдіретін сөздер деп айтамыз. Сондықтан зат есімдер кім, адамға байланысты және басқа заттарға байланысты не деген сұрақтарға жауап береді. Зат есімдерді құрамына қарай дара, күрделі, тұлғасына қарай түбір және қосымшаға ажыратамыз. Ал мағынасына байланысты жалпы, жалқы, деректі, дерексіз, жанды, жансыз немесе адамзат, ғаламзат атауы деп атаған дұрыс. Сөз тобы, сөз табы деген мәселелерді ажыратуын білуіміз керек. Сөз тобы тұрғысынан алған кезде зат есімдер атауыш сөздер тобына кіреді. Себебі олар толық лексикалық мағына беретін сөздер. Яғни бұл жерде лексикалық мағына негізге алынады. Ал сөз табына, неге біз оны жеке сөз табына жатқызамыз деген кезде, оны біз алдыңғы сабақта айтылғандай таптастырудың принциптері, яғни ұстанымы негізінде алатын болсақ, зат есімдер үш бірдей ұстанымға сәйкес келетін, үш принципке де жауап беретін сөз табы. Яғни ол семантикалық тұрғыдан оның белгілі мағыналары бар, жалпы, жалқы, деректі, дерексіз, жанды, жансыз болуы, морфологиялық түрлену жүйесі бар, өзіне тән категориялар бар. Үшіншіден, сөйлемде өзіне тән атқаратын синтакстік қызметі бар. Сондықтан толыққанды үш принципке де жауап беретін сөз табы деп танимыз. Сөз табының түрлену жүйесі, категориясы қандай? Зат есім түрленетін сөз табы, яғни категориясы, оның категориялары көптік категориясы, септік категориясы және тәуелдеу категориясы. Зат есімдеріміз субстантивтену, яғни заттану жолымен басқа сөз таптарынан жасалады. Мысалға, айтыс деген сөз негізінен етістік, айту деген етістіктен жасалып тұр. Бастапқы мағынасы, мысалға, ақындар айтысты деген қимыл мәнін білдірген сөз. Бұнда етіс тырнағы арқылы ортақтық мағына беріліп тұр. Енді осы ұғым бірте-бірте ақындар айтысы деген кезде зат атауына айналды. Яғни бұл жерде заттанды, мағыналық даму процесі жүрді деген сөз. Сол сияқты сайыс, жарыс деген сияқты да сөздеріміз бар, әрі қимыл мәнін, әрі заттық мән беретін зат есім ретінде жұмсалатын. Бұл жерде де бұл сөздер қалай жасалды дегенде, әрине мынаны ескеріп керек. Мұндағы етіс жұрнақтарын сөз тудыратын жұрнақтар деп айта алмаймыз. Сонда бұл қалай жасалып тұр дегенде, етіс жұрнағы қатысып тұр дегенмен сөздер заттық мәнге ауысып, семантикалық процестің нәтижесінде жаңа атау ретінде қалыптасты деп түсіндіруіміз керек. Зат есімге байланысты тағы да бір айтылатын мәселе көмекші есімдер. Көмекші есімдер деп нені айтамыз? Олар лексикалық мағынасынан жартылай айырылған, сөйтіп зат есімнің шеңберінде, соның жетегінде қолданылатын, сөйтіп зат есімдерше түрленетін көмекші сөздер. Бұл сөздеріміз лексикалық тұрғыдан көмекші сөздер деп айтылады. Келесі, зат есімнің сөйлемдегі қызметі. Зат есім негізінен барлық сөйлем мүшесінде қызметін атқара алады, дегенмен негізгі қызметі атау септікте тұрып, кім, не деген секілді сұрақтарға жауап беріп, бастауыш болу. Зат есім жіктеліп келсе, сөйлемнің баяндауышы болып қолданылады. Мысалға, Ақбасты Алатаудың жамбылымын дегенде, жамбыл деген сөз жіктеліп қолданылып баяндауыш болып тұр. Ілік септікте немесе түбір тұлғада тұрып, анықтауыш қызметін атқарады. Абайдың қонақтары дегенде, Абайдың кімнің анықтауыш болып тұр. Атау мен іліктен басқа септіктерде тұрып, объекті мән беріп, толықтауыш қызметін атқарады. Басқа көлемдік септіктерде тұрып, қай деген үстеудің сұрақтарына жауап беріп, мезгілдік, бағыттық, мекендік, себеп мақсаттық мәндерді білдіріп, және шылаулармен тіркесіп келіп, пысықтауыш қызметінде атқара алады. Мысалға, көкке қарай қанат қағып, аққу кетті бұлдырап дегенде, мысалы, қайда көкке қарай дегенде пысықтауыш болып тұр. Зат есімнің жалпы ерекшеліктері осындай, яғни өзіне тән түрлену жүйесі бар,
атқаратын қызметі бар, семантикасы бар, толық мәнді сөз табы ретінде танылады. Келесі сын есім. Сын есім семантикалық жағынан, яғни грамматикалық мағынасы жағынан заттың әртүрлі сапа белгісін, түрін, түсін және іс-әрекетке қатысын білдіретін сөздер. Сондықтан қандай, қалай, қашанғы деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Сын есімдер құрамына қарай дара, күрделі болады. Дара сын есімдерге негізгі және туынды жұрнақ арқылы сын есім жасалатын сын есімдер жатқызсақ, күрделі сын есімдерге біріккен сын есімдер бар. Оның ішінде мысалға кірге біріккен сын есімдер ғана кездеседі. Аппақ, көкпеңбек деген секілді тарихи тұрғыдан біріккен. Екінші тіркесті және қосарланған сын есімдер кездеседі, қысқарған сын есімдер тілімізде кездеспейді. Тұлғасына қарай негізгі түбір тұлғадан тұрады және түрлі қосымшалармен келеді. Мағынасына қарай сын есімнің екі түрі бар: сапалық сын есімдер және қатыстық сын есімдер. Сын есім қандай сөз тобына кіреді? Ол атауыш сөздер тобына кіреді, себебі толыққанды лексикалық мағына беретін сөздер. Ал сөз табы жағына келетін болсақ, сөз табында таптастырудың екі принципіне жауап береді. Бірінші семантикалық принцип, екінші синтаксистік принцип. Демек, морфологиялық принцип негіз бола алмайды. Дегенмен, сын есімде шырай деген категория бар. Жалпы категория деген сөз ол түрленумен тікелей байланысты. Соған қарамастан біз сын есімді түрленбейтін сөз табы деп айтамыз. Себебі шырай бүкіл сын есімге тән емес, оның бір ғана түрі сапалық сын есімдерді ғана түрлендіре алады. Сол себепті жалпы алғанда сын есім түрленбейтін сөз табы деп айтамыз. Семантикалық тұрғыдан алған кезде, семантикалық принцип дегенде оның сапалы, қатыстық сындарды білдіруге негіз болатын болса, ал синтаксистік принципте оның сөйлемде атқаратын өзіне тән қызметі және тіркесінділігі негіз болады. Түрлену жүйесіне келетін болсақ, сын есімдер жаңа айтқандай түрленбейтін сөз табы дейміз. Дегенмен онда шырай деген категория бар. Шырай дегеніміз не? Шырай дегеніміз сапалық белгінің, яғни заттың сапасының бірінен екіншісінің артық кемдігін көрсететін белгісі болып табылады. Бұл шырайдың қандай түрлері бар? Ахмеди Ысқақов шырайдың мынандай 5 түрін көрсетеді: жай шырай, салыстырмалы шырай, күшейтпелі шырай және асырмалы шырай дейді. Осыған байланысты шырайларды жіктеуде бірқатар қайшы пікірлер бар. Мәселен, профессор Исаев оның екі-ақ түрін көрсетеді: салыстырмалы шырай және күшейтпелі шырай деген. Академия Ысқақовтың көрсеткен шырай түрлерінің ішінде жай шырай деген қандай шырай? Бұл кісінің пікірінше жай шырай дегеніміз басқа шырай түрлеріне негіз болатын негізгі шырай дейді. Яғни түбір тұлғадағы сын есімдер жай шырайда тұр деп есептейміз деп айтады. Бұл шырай бүкіл басқа шырайларға негіз болады. Шырайдың түрлері екінші түрі салыстырмалы шырай. Бұл біркелкі сындардың бірінен екіншісінің не артық, не кем екендігін көрсететін шырайдың түрі. Бұл салыстырмалы шырайдың өзіне тән жұрнақтары бар. Олар рақ, рек, лау, леу жұрнақтары, мысалы жақсырақ, жұқарақ, кішірек, күштірек дегендегі, немесе үлкендеу, кішілеу деген секілді жұрнақтары бар. Күшейтпелі шырай. Бұл шырай біркелкі сындардың бірінен екіншісінің не өте артық, не өте кем екендігін білдіретін шырайдың түрі. Бұл негізіне күшейткіш буындар арқылы жасалады. Сындану деген мәселе. Сындану, яғни аддиктивтену деген сөзіміз басқа сөз таптарының сын есімге айналуы. Бұл сөз жасаудағы семантикалық процестің бір жолы десек болады. Сын есімнің сөйлемдегі қызметі қандай? Сын есімнің негізгі қызметі әрине анықтаушы болу. Мысалға алатын болсақ, сұр бұлт түсу қаптайды аспан дегенде қандай бұлт? Сұр бұлт сындық мағына беріп тұр. Сонымен қатар сын есім, кейбір сын есімдер жіктеліп келіп сөйлемнің баяндаушы қызметінде атқара алады. Зат есім секілді түрленіп қолданылып, яғни зат мәнінде жұмсалып, сөйлемнің басқа да мүшелерінің қызметін атқара береді сын есімдеріміз. Зат есім және сын есімге байланысты негізгі деректер осылар деп болады. Бұл тақырыптар бойынша мәліметтерді көрсетілген әдебиеттер тізімінен қарап біле аласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.